Бәрекелді, әдетті тілек айтты. Жүректен шығады, өз мамалар тосып күшті сөйлейді ғой. Енді бұл кісілер ана бір-біріне беретін алтын сақина сырға дегендер бар ғой. Соны беріп қойған. Әйелдерге айтып қойайын. Кеше құдалықта берді. Наmus. Кейбір сенбейді әйелдер. Үйге барып ұйықтай алмай қалады. Беріп қойған. Күшті алтын тақты. Өзі әйелдер ақылды ғой. Өмір бақи сол ғой. Әйелдер ақылды. Өздеріне алтын сақина, алтын білезік, алтын сырға алады да. Еркек байқұстарға күн-ыстық шілдеде тұмақ кигізіп қойды. Еркектер ортада. Екі папа. Екеуіңіз төс қағыспай құда бола алмайсыздар. Ата салт дәстүр бойынша уәке. Құдаңызбен 3 рет төс дейістіріңіздер құда. Төс дейістіріп, құданы тұрмасыңыздар. Кәне келді. Ой, іште. Өре, тұты. Сіз не Олимпиада елестеді? Қазақстанда Рио емес. Ол дұрыс па уәке сіздікі? Мына баяғы ата салт дәстүрден бізде қазақта құда көтеру деген болған екен ғой. Бұл соққан кісі ғой біледі ғой. Құда көтеруді жасап жатыр. Нормально жасаңыз, жаңа не болып қалды. Кеңіздер ортада. Құдаңызды көкке бір көтеріп қойыңызшы. Өт болып отыр. Кеңіз. Құдеке сіз қалай? Бұлай белде кіреже жоқ қой? Бола ма? Сіздің салмағы 100 жоқ. Құдайдан қайсыңыз. Еркектер бір-бірін құшақтап алған бір түрлі көрді. Екі құдағи ортаға. Мен ортаға кірейші, екеуіңіз осы жерге гүл болып тұрсыздар ше. Красный свет, екеуіңіз светофор тұра беріңіздер. Біздің екі жас осы екі кісі подружка болса ғана бақытты болады. Осы екі кісіге прямой байланысты тұрса, екеуің подружка болады. Құдағиыңыз жешеммен никогда ұрыспайын деп уәде беріңізші. Әрине ұрыспаймын. Никогда ұрыспайсың. Ешқашан ұрыспаймын. Жеше, сізде құдағиыңызбен никогда ұрыспайын деп уәде беріңізші. Ұрыспаймын. Қандай жағдай болмасын ұрыспайсың? Әрине. Нан ұрыс деңізші. Баламыз бен қызымызды мақтайық демек, просто ел білсін біздің екі жастың қандай өнегелі жастар екенін мақтайық. Бірақ бір ауыз сөзбен, сіз қызыңызды, сіз балаңызды. Кеттік. Қызыңыз қандай? Өнерлі. Өте жақсы. Балаңыз? Тәрбиелі. Өнерлі, тәрбиелі. Бірде-бір. Қызыңыз? Сыпайы. Балаңыз? Ақылды. Бірден-бір. Қызыңыз? Ақылды. Ол да ақылды. Сіздер жайлап ерексіз деді тұтылды. Екеуіңіз бет сүйісіп қойыңыздар шыққан. Бет сүйісіп екеуіңіз. Құшақтасып қойыңыздар. Ой, екеуі бет сүйісіп атып бір-бірінің көйлегіне қарап қойды. Қайсыңызды қымбат деп. Екеуіңізді қарсаны тойсы қымбат деген. Бірақ орындарыңызда тұра беріңіздер. Бақыт деген осы емес па? Ортада тұрып көз қарсы бет сүйісіп шақара қоймайсыз ба? Рахмет. Қазақ елін жанып тұрған шырағы мол, қыз алысып, қыз берген қызық туман құтты болсын. Мәңгілік құдалық жоқ, естелікке сүйретке төртеуіңіз түсіріңіздерші. Сүйретке күліп тұрып түсіңіздер, сосын 500 теңгеден жылап тұрып аласыздар. Жасты, тегін сұрып ақпақ тұрып. Алмайын десең алдырадым, сотта береді. Мына байқұс тегін сұрып ақпақ жереді. Біреу тегін, біреу ақшаны. Ал, рахмет, бәке. Құда-құдағиды кеше төрге шығарып солай ет баратайын деп жатыр да, содан кейін билейміз ғой маэстро. Қошемет.